Bir күні қоян орманда серуендеуге шықты. Бірақ бұтаның арасынан бір сыбдыр естілді. Бұл мені аңдып жүрген түлкі ме? Деп қоян қорқып қаша жөнелді. Қоян демалып алайын деп томаршаға отырды. Тағы да бұтаның арасынан сыбыр шықты. Қоян тағы үрейленді. Қоян қатты қорқып, орманда жүгіре жөнелді. Неліктен мен әр нәрседен қорқамын? Деп қоян қамығып тұрды. Қоян өзенге жүгіріп келді. Сол кезде бақа жағада отыр екен. Қоянды көре сала, бақа суға секіріп кетті. Қоян тоқтап, менен де қорқатындар бар екен ғой, деп қуанып қалды. Бұл ертегі қорқыныш пен батылдық туралы. Қорқып қалу табиғи, бірақ өзіңе сеніп батыл болсаң, қиындықтарды жеңе аласың. Сау болыңдар балалар. Мен сендерді жақсы көрем. Келесі кездескенше.